тексттің астына қоятын осындай кружочектарды қайдан алсам болады деп сұрап жатқан кісілер, бұны сіздер өздеріңіз жасай аласыздар. Кез келген фоторедакторда, ол PicsArt болсын, Pixellab болсын, кез келген. Мына жерде мен жасадым, студияда жасадым. Қазір қара фонда қойып көрсетемін. Яғни осындай прозрачный болып келетін кружочек. Ол мейлі 3 бұрыш болсын, мейлі 4 бұрыш болсын, кез келген формада жасай аласыздар. Жалпы сіздерге ол үшін студия деген приложение керек болады. Плюсик деген батырмасын басып, сіздер кіргеннен кейін мынандай транспарент деген форманы таңдаймыз. Яғни артында ешқандай фон жоқ, без фона рамка. Потом осында кез келген размерді таңдап аламыз да жоғары жақтағы птичканы басамыз. Потом бізде мына жерде үшінші тұрған элементті қарасаңыздар, график деп тұр, соның үстін басып, и бірінші тұрған basic shapes, яғни базалық геометриялық элементтер. Қарасаңыздар, өте көп, барлығы бесплатный бұл жерде. И астыға тартсаңыздар, ол жерде мына кружочектарды табасыздар. И осылай қойдық, түсі қара болады. И аққа бояймыз. Потом мына жақта слой деген бар, жоғары жағына соның үстін басамыз да, кружочектің үстін басып тұрып, дубликат дегенді басамыз. Сол кезде дубликаты болады. Тағы да жасаймыз. Яғни сізге қанша кружочек керек, сонша басамыз. Менде 3 керек. Тағы да слойға барып, біз екіншісін белгілеп, үшіншісін белгілеп, кішкене жоғары қаратай көтеріп, ыңғайластырамыз. Яғни қабат-қабат болып көріну үшін кішкене жоғары тартып, әрқайсысын 3-ін 3 түрлі етіп қоямыз. Артқы фонын белгілеп аламыз. Қазір қараға бояу керек, білініп тұру үшін қаншалықты прозрачность болды. Артқы фонын белгілеп аламыз да, астында color дегенге барып, қара немесе кез келген түске бояп аламыз. Қара түске боядым. Қайтадан слойға барамыз да, бірінші тұрған белгілеп, кружочекті астынан инструменттардың арасынан opacity дегенді аламыз да, кішкене азайтамыз. Ол 100-де тұр ғой бізде қазір, прям аппақ болып тұр, соны азайтсаңыздар, мінекей қара фонда көрінеді кішкене қанша болған. Мысалға 70-ке қоямыз, екінші кружочекті алып келеміз да, мысалға 60-қа немесе 50-ке қоямыз. Қабат-қабат болғанда кішкене білініп тұру үшін үшіншісін алып, мысалы оны 40-қа қоямыз дегендей. Мінекей қарасаңыздар, уже как көлеңке сияқты әдемі болды. Потом біз өстіп ыңғайластырып алғаннан кейін тура осылай сақтап алсақ болады, немесе кішкене размерлерін бір-біріне келтіреміз. Алғашқы кружочекті алып кішкене астыға тартып, екіншісін де ыңғайластырып әкеп, бір-бірінің үстіне бірдейлестіріп қоямыз. Мінекей кішкене кішірейттім. Сонда асты бірдей, тек қана үсті слой-слой болып тұрған сияқты эффект береді. Түсіндіре алдым ба? Так, вот осылай үлкейттік. Мінекей, маған дәл осындай кружочек керек. Енді сақтаймыз, жоғары жақтағы птичканы басамыз. Потом астындағы слойға барып, қайтадан off дегенді бассақ, артында қара фон жоқ, яғни прозрачный фон болып қалады, сақтап аламыз. Потом бізге енді видеоға текстқа қою керек. Ол үшін CapCut приложениесіне барамыз. Ол сізде мүмкін VN немесе InShot болуы мүмкін дегендей, видеолеп болуы мүмкін. И плюс деген батырманы басып, бізге керекті бір видеоның фонын алайық. Маған осы бір розовый фон керек, добавить етеміз, яғни добавить етілді. CapCut деген үстін басамыз да, удалить етіп тастаймыз, яғни водяной знакты. Потом добавить наложение деп, жаңағы фотоның арасынан бізге жасап алған мынадай кружочектарымызды алып келіп қоямыз. Саусағымызбен үлкейтіп тұрып әкеліп, қай жерге текст жазамыз, сол жерге қойсақ, осындай мінекей, керекті жерімізге дейін созып апарып аламыз, жанын тартып. Мына жақта қайтадан назад дейміз да, астындағы анимация берсек болады. Анимация қарасаңыздар, міне тряска, көп деген анимациялар бар. Өзімізге ұнаған анимацияны береміз. Яғни бұл жерде мүмкін 3 кружочек плавно шықпауы мүмкін. Бірақ та сіз айтқым келгені бұл жерде дәл сол маған осы бір шаблон керек деп іздеп жүрмей-ақ, өздеріңіз қолдан осылай жасап аласыздар. Вот қарасаңыздар, әдемі тоже альтернатива. Мінекей осылай плавно әдемі шығып жатыр. Астындағы ползунокпенен анимацияның скоростін анықтайсыздар, жылдамдығын.
болды, осылай әкеп қоямыз. Астынан текст деп, мысалы қазір текст жазып көрсетейін қалай тұратынын. Қайырлы күн деп жазайын. И вот стиль дегенге барып, шрифт дегенге мына жерде добавить шрифт десеңіздер, өзіміздегі қазақ тілді шрифттар. Бұл да сізде каналға жазылғандарыңыз үшін тегін беремін. Егер де мен Инстаграм директіме жазсаңыздар, шрифт алғым келеді деп негесе шрифт бересіз ба десеңіздер, мен осы шрифттардың барлығын сіздерге беремін. Мысалы, қайырлы күн деп жаза салдым. Ол жерде сізде құрметті ағайын, туыс деген сияқты шақыру билетке жазатын кез келген сөздерін жазасыздар. Осылай мінекей әдемі болып көрініп тұрады. Тоже анимация береміз. Қазір міне шыққанына қаратай. Подложка да шығады, и текстіңіз де шығады. Әдемі болып осылай шығады. Сіздер оны маған керек, бұндай подложка деп іздеп жүрмей-ақ өздеріңіз-ақ жасай аласыздар осылай. Потом егер де маған жасай алмаймын өзім десеңіздер, осындай футаж Алтайский деген каналым бар, бірақ бұл сатылымда, доступ мәңгілікке 2000 теңге. Осы жақтан алып сіздер пайдалана берсеңіздер болады.